Сиқырлы сыбызғы. Баяғыда бір бала болыпты. Әке шешесі жоқ, тұл жетім екен. Көрінгеннің есігінде қаңғып жүреді. Бір үзім нан үшін жұрттың шошқасы мен сиырының соңында салпаңдап, айтқан шаруасын екі етпей орындайды. Ер жеткен соң бір ауқатты шаруаның сиырын бағуға жалданыпты. Күздің қара суық екен. Төңірек тұманға бөгіп, ызғырық жел өңменнен өтеді. Жұрт жылы үйден шығуға әйенкестенеді. Ал жетім бозбала жалаң аяқ сыз басып, сиыр жаяды. Суықтан тісі тісіне тимей жаурайды. Не істерін білмей, торығып, өксіп жылайды. Кенет қасына бір кішкентай шал келіп: «Әй балам, неге жыладың?» деп сұрайды. «Жыламағанда не? Қожайын күн сайын далаға қуады. Жалаң аяқ, жалаң баспын. Суыққа ұшып өлерше болдым», дейді бозбала. Шал жетімді аяйды. Әйтсе де, қолынан келер қайран жоқ. Өзінің аяғында жыртық шақай. Әрі-бері ойланып, қалтасынан сыбызғысын алып, бозбалаға ұсынады. «Мә, осыдан басқа берерім жоқ. Бірақ бұл жай сыбызғы емес, сиқырлы сыбызғы. Мүмкін күндерде бір күн пайдасы тиіп қалар. Бұл сыбызғыны үрлеп жіберсең болды, естіген жұрт билеп кетеді». Бозбала сыбызғыны алысымен шал ғайып болады. Жетім сыбызғыны аударып төңкеріп, үңіле қарап, не кереметі барын түсіне алмайды. Бірақ сүйріктей әдемі сыбызғыны ұнатып, қалтасына сұға салады. Шал айтқандай, күндердің күнінде бір пайдасы тиер болса, жата берсін деп шешеді. Малын өргізіп, бүрсеңдеп біраз жүреді. Сәлден соң, осы сыбызғыны ойнап көрсем қайтеді деген ой келеді басына. Сыбызғыны суырып, көгере тоңған еріндері әзер жоғысып, өлдіте бастайды. Сол-ақ екен, қойлары мен сиырлары тапырақтай жөнеледі. Тіпті тоқтайтын түрлері көрінбейді. Қуанған жетім сыбызғысын қайтадан қалтасына салып қояды. Жазықсыз жануарларды қинағысы келмеген. Сыбызғының сиқырын білгенімде жетер деп ойлаған. Малды қайырып, үйге айдап келгенде, алдынан қожайынның әйелі бажылдап қарсы алады. «Мына сиырлардың бүйірі де шықпапты ғой. Бәлем, сені бүгін аштан қатырамын». Бозбала үн-түнсіз үйге кіреді. Қожайынның әйелі сол күні бас терісі келіспей тұрғанға ұқсайды. Долырып, үйдің ішін тас қаяқтай қағыстырады. Қожайын келген соң сүйреңдеп, бозбаланы басқа да жалшыларды жамантай береді. Шаруа әйелінің бетіне тік қарамайтын ынжықтау немекен, үндемейді. Бір кезде қызметші қыздар оралады. Әйел енді оларды жерден алып жерге салып ұрсады. Оңбаған да, жалқау да, жатып жерде солар екен. Бозбала көкайыл қатынның сазайын тарттыруға бел байлайды. Қалтасынан сыбызғысын алып, құбылтып
ойнап жібереді. Сыбызғы өлі естілісімен-ақ әйелдің аузы жабылып, естен ауысқан кісіше тайраңдап, қарғылақтай билеп кетеді. Қалған жұрт оған көздері бақырая қарасып, біршама тұрады да, өздері де секіріп, билей жөнелгендерін байқамай қалады. Сыбызғының керемет күшіне көзі жеткен бозбаланың көңілі әбден жайланады. Енді үй иесінің әйелі шатақ шығарса болды, сыбызғысын аузына апара қояды. Би де кетеді дөңгеленіп, ұрыс та сап тыйылады. Әйел ақыры керауыздығынан айырылып, момақан қалыпқа түседі. Бозбаланы көрген бетте еліп бүгіліп, жайдары бәйбіше бола қалады. Ондай жайлы әйел бүкіл қыстақта жоқ екен дерсің. Сол уақытта бала жігіттің еліне көрші елдің патшасы соғыс ашыпты. Бұлардың патшасы әскерін жинап, дабыл қақтырып жауға қарсы аттанады. Қылыш қағыстырып үлгермейді. Жаугер аламандары қойдай қырылып, қаһарман қолбасылары тырағайлап қашады. Патшадан маза кетіп, көңіліне қауіп ұялайды. Жаршыларға хабар шашқызады. Кімде-кім патшасына көмектесіп, дұшпанның көзін жояр болса, соған кіші қызымды беріп, күйеу бала етемін. Жарты патшалығымды сыйлап, әмірші жасармын, дейді. Айбынды қолбасылар мен атақты мырзалар бірінен соң бірі патшаның алдына келіп, жауға аттанады. Бірде-бірі ұрыс даласынан қайтпайды. Дұшпан патшаның қамал сарайын қоршап алады. Патша өзінің күні бітіп бар жатқанын сезініп, жанталасады. Енді біздің жетім патшаға барып, бағын сынауға бекінеді. Патшаның алдына келіп басын иіп, жауыңызды мен жеңіп беремін, дейді. Патша балаға қарайды. Қарайды да тұнжырап ойға шомады. Қасқамен жайсаң қирай жеңілгенде, сен құйыршықтың қолынан не келеді, дейді. Бозбалаға жаны ашып, рұқсатын бермейді. Бірақ жетім қасарсып тұрып алады. Мұның тіл алмас безер екенін көрген патша қолын бір-ақ сілтепті. Барсаң бара бер, өлсең сұрауың жоқ, депті. Жетім бозбала бір төбенің басына шығып, жау әскерін қасқая күтіп тұрады. Қараса, Қаранұр әскердің бас аяғы көрінбей, күннің көзі жердің жүзін жауып қаптап келеді. Батырдың жаны мұрнының ұшына келіп, тұра қашуға шақ қалады. Сосын жүрегін тоқтатып, сыбызғысын алады да, сарнатып бей әуенін тартады. Сол сәтте әскер біткен қаруын тастап, шың қаққандай шар көбелек айналып, қол аяғын сермелеп, бір әлемет биге кіріседі. Бала күні бойы сыбызғы күйлейді, дұшпан жағы күні бойы екі иығын жұлып жеп би билейді. Күн ұясына қонақтай сыбызғыда дамыл табады, жау әскерлері де ес-түссіз құлап түседі. Кейбірі бірден жан тапсырыпты. Өлмегендері 3 күн бойы тіл аузын қойып сұлап жатыпты. Естіген ел сен алмай таңырқайды. Ана сүті аузынан кеппеген жап-жас бала. Жасанған жауды қалай жеңді екен, деседі. Бозбала
жау әскерін жамсатып тастап, патшаның қамал сарайына келіп, уәде бойынша кенже қызбен жарты патшалықты сұрайды. Кіші қанша жігітке қарай жүре бергенде, әпкелері етектен тартып тоқтатады. Қайтесің бұл боқ мұрынды? Әмірші болар сыйқы да жоқ қой өзінің. Қуып жіберейік, дейді. Патшаның өзі де тексіз жетімге қыз бергісі жоқ еді. Айғайлап жасауылдарын шақырып, бозбаланы қуып тастауға әмір етеді. Алайда жасауылдар өзіне жақын қалғанда, бозбала сыбызғысын ойнай жөнеледі. Жарты күн тынбай безілдетеді. Жарты күн бойы патша мен ханзадалар, қолбасылар мен жасауылдар үзіліссіз билейді. Тоқтат, деп жан даусы шығады, жалынып патша. Қызымды саған қосып, жарты патшалығымды берейін. Әйткенмен, бозбала жалындырып, зорға дегенде тоқтайды. Сыбызғының үні өшкен соңды, жұрт көпке дейін ендіктерін басалмай қойыпты. Патша бұл жетіммен тіресу оңайға түспесін сезеді. Сезеді де, сөзге келмей, кіші қызына қосады. Жарты патшалығын жасау ретінде қосып береді. Ұлан асыр той өтеді. Қуаныш күлкі де, ән мен бейде шек болмапты. Содан бері бозбала мен ханша тату тәтті, шат-шадыман тірлік кешіп жатса керек.